бір жағынан бәрі Айгүлдің кінәсі сияқты. Түнде кім шақырса, Дәулет шақырса да түнде Гүлжан шақырса да шыға береді да негізі. Кішкене адамда ұят деген болу керек қой, тем более қыз баласы болғаннан кейін түннің бір уағында шықпауға. Айтпашы сен біреудің үйіне уборная кіріп шайне. Енді вообще айтпашы, вообще ұят деген керек емес вообще. Нұртас, әдемі. Тем более Бопты, онда енді кіреміз ғой отбасы болып. Бола ма енді кіремайсың дос. Кіремайсың ау. Жақсы, енді әңгіме біраз, осы әңгіменің бәрі Айгүлден басталып жатыр. Айгүлдің өзін тыңдайықшы. Сөйтікші. Тем более ботекс жасатқан жігіттер айтпай қойсын деймін да, именно. Былай ғой, кеше қай уақытта екен білмеймін, маған тиктокқа жазылған екен. Тәуіржан жақтан осындай 100 000 теңге енді біз алдында эфирда өлең шыққан екен, осы жерде енді уәдесін айтқаннан кейін мен ойлап жүрмін, өзі бір күні болмасын, бір күн жазып қалар деген сияқты ой болып жүрді. Кеше маған тиктокқа жазған екен, мен өзім инстаграмнан жаздым. Сәлем, қалайсың деген сияқты. Тиктокта сізге жазды ма, Тәуіржан? Иә. Тиктоктан жазған, сосын мен инстаграмнан жаздым. Сәлем, қалайсың деп. Сосын, осы уақытта бір қай уақытта бос боласың, мен апарып тастайын деген сияқты айтқан болатын. Мен 1-2 сағатта деп ойладым, бірақ та мен өзім шаруаларым шығып, ерте босай алмай қалдым. Өзім үйге 1 сағат 11:30, 12-лерде келдім ау деймін. Содан кейін бұл кісілер келді, шығып, енді обещаниясын орындады, көз алдымда. Берді, енді мен қуанып қалдым, әрине, онда тұрған бір айтарлықтай бір әңгіме жоқ деп ойлаймын. Бір сонша ауыр айтып жатыр ғой, мен ауыр айтып жатқандарымның бәріне айтым келеді. Ит үреді, керуен көшеді. Мен әр үрген итке ит болып жауап бергім келмейді болды. Жақсы, Зарина, сіз таныстықты тоқтатамын деп шешім қабылдап қойдыңыз ба? Мен шешім қабылдап қойдым. Тәуіржан негізі оның тарапына жаман сөздер айтылған қаламаймын. Жаман жігіт демеймін, жақсы жігіт. Просто өзге бақшаның жемісі тәтті көрініп қалған шығар деп қабылдаймын. Болды, мен ештеңе ондай бір жігіт тарапынан болған бір нәрсе шығар, ойы болған шығар, бірақ мен ондай нәрсені қабылдағым келмейді. Себебі бұл нәрсе одан әрі жалғасса, Зарина, сен Тәуіржан мынандайын алдың, мынандайын көңілін алдың, сыйлығын алдың, сен бірақ неге жоқ дедің деп кейін бұдан да ауыр сөздер естігім келмейді. Қазір осы Зарина, Тәуіржан тыңдайықшы. Не дейсіз? Тоқтатамын деп отыр. Мен вообще бүгін басқа настройменге, андай настроймен бәрін бітшін шығар жерді, бәрі бүйтіп бай қарап тұрсаң, бүйтіп андай қатты бір обсуждать ететін нәрсе емес қой, бүйтіп барып тұрсаң, бардың түнде ақшасын бердің, оттай кетті, бұл просто білмеймін, мына жерде адамдарға ұнайма, бүйтіп мынандай нәрсені бүйтіп айтқанды білмеймін енді. Поэтому мен ойлаймын, ондай қатты нәрсе емес деп. Тем более мен одан кейін отчет жібердім. Жібердім. Осылығы, ол жіберуіңіз керек еді маған. Енді қараңызшы. Бұл жеңіл нәрсе ғой. Жеңіл нәрсе ғой. Сол нәрсе, сол кеткенге дейін айтылған кезде мен түсінетін едім да, бұл болмайтын нәрсе шығар. Бірақ бұл дальше жалғаса берсе. Зарина, сөзіңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнама